Шығыс Қазақстан, қазақ халқы мақтан тұтар ұлы ойшылдар мен ақындарды дүниеге әкелген, еліміздің рухани астанасы саналатын ғажайып мекен. Бүгінгі күні де шұғылалы шығыстан шыққан шайырлар баршылық, қаламы қарымды жазушылар мен орақ ауызды от тілді ақындар туған өлкесіне деген сүйіспеншілігін төл туындыларына қосып, елінің мерейін үстем етіп жүр. Бұл жас буынға терең мағыналы тәрбие берді. Мушрапилова Замзагүл Төлеубек қызы Шығыс Қазақстан облысы Аягөз қаласында 1964 жылы желтоқсан айының 7 жұлдызында дүниеге келген. Мушрапилова Замзагүл Төлеубек қызы 1982 жылы Аягөз қаласындағы номер 244 мектепті алтын белгіге бітіріп, Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университетінің химия факультетіне оқуға түскен. Жоғарғы оқу орнын аяқтап, 1987 жылы Жамбыл облысы Қордай ауданы Сарыбұлақ ауылында мектеп мұғалім болып орналасты. 1989 жылы Алматы облысы Ұйғыр ауданы Шонжы ауылындағы номер 1 мектепке химия пәні мұғалімі болып ауысты. Осы мектепте жұмыс істеп жүріп, 2000 жылы Абай атындағы Алматы мемлекеттік университетінде ғылыми диссертация қорғап, педагогика ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін алды. 2000 жылы мектеп директорының оқу әдістемелік жұмысының орынбасары болып қызмет атқарды. 2002 жылы номер 5 орта мектеп директоры, 2010 жылы Талғар ауданы Әлмерек ауылындағы номер 25 орта мектептің директоры болып қызмет істеді. 2014 жылдан бастап Талғар қаласындағы Иван Федорович Халипов атындағы номер 1 жалпы білім беретін орта мектебінің директоры болып жұмыс атқаруда. Қажырлы еңбегі мен шығармашылық жетістіктерінің жоғары дәрежелігінің нәтижесінде Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл мерекелік медалімен және ұлт жанашыры төс белгісімен марапатталды. Қос қанат жетісу қоғамдық қорының ұйымдастырған жастардың денсаулығы фестивалінің алғыс хатымен, Талғар аудандық мәдениет және тілдері дамыту бөлімі мемлекеттік мекемесінің алғыс хатымен, Әл-Фараби атындағы 1 республикалық оқыту технологияларының дайындау бойынша оқу әдістемелік орталықтың алғыс хатымен, Алматы облыстық білім басқармасының құрмет грамотасы, Алматы облысының әкімдігі және тілдерді дамыту жөніндегі басқармасының құрмет грамотасы, 2007 жылы Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігінің құрмет грамотасы, 2015 жылы Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігінің құрмет грамотасы, 2019 жылы Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігінің құрмет грамотасымен марапатталды. Ұстаздық жауапкершілігі мол, әр баланың жанын сезінумен оған дос бола білуді талап ететін мамандық екені белгілі. Алайда осы міндетті үнемі еске салып, білім беру процесін жолға қойып отыратын басшы. Осы басшылық қызметінде жүргеніне де 21 жыл. Ғылым мен оқу ағарту саласында өзгеше бір серпіліс туған кезеңде білім беру жүйесіндегі сан алуан қиыншылықты жеңе отырып, мектеп басқару шынығып шыңдалған жандардың қолынан ғана келеді. Осы тұста номер 1 мектеп білікті мамандар мекемесі жаһандық пандемияға байланысты қашықтықтан оқыту кезінде мектебіміздің тәжірибелі ұстаздары өрлеу біліктілікті арттыру орталығымен тығыз байланыста болып, облыс деңгейінде сапалы бейне сабақтарын ұсынып, жоғары жетістікке жетті. Осындай білікті де білімді, жаңашыл да талапшыл ұстаздардың арқасында алтын белгі иегері атанды. Ал қазіргі таңда оқу озаттары білім алуда. 2020-2021 оқу жылын аяқтаған 55 мектеп бітірушінің алтын белгі иегері 9 оқушы, 5 оқушы үздік аттестат иегерлері. 2020-2021 оқу жылының нәтижесі бойынша 17 оқушы мемлекет грант иегерлері, 9 сыныптардың ішінде 14 оқушы үздік аттестат иегерлері атанды. Мектепті бітірген 113 оқушының еңбекке қамту бойынша 69-ы колледжге, оның 44-і грант иегерлері, 25-і ақылы бөлімге түсті.
шет елге кеткен бір оқушы, мектепке 10 сыныпқа келген 43 оқушы түсті. Мектепке биылғы 2020-2022 оқу жылында денсаулығына байланысты үйде оқитын 15 оқушы және инклюзивті оқыту бойынша 8 оқушы білім алады. Олардың кейбіреуіне мұғалімдердің көмегі қажет ететін болғандықтан, пән мұғалімдері ата-ана өтініші бойынша санитарлық талаптарды сақтай отырып үйлеріне барып сабақ өткізеді. Осы жаңашылдық жолында өз қатарында ұстаз жолаушы, педагог зерттеуші, педагог сарапшы, педагог модератор, жоғары санатты мұғалім, педагогикалық ғылымдарының магистрі, педагогикалық ғылымдарының кандидаты жұмыс атқаруда. 2019-2020 оқу жылынан бастап жас сарбаз сыныбы ашылды. Тәжірибе алмасу мақсатында жоғарғы оқу орындарымен Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетімен және Абай атындағы университетімен тығыз ынтымақтастық байланыс орнатып, әртүрлі тақырыптарда семинар, танымдық конференциялар өткізілуде. Қашықтықтан оқыту жағдайында мектебімізде YouTube каналына және әлеуметтік желілерде мұғалімдердің бейне сабақтары өткізілген іс-шаралар жүктелді. Сонымен қатар баспасөз бетінде де бірнеше мақалалар жарияланды. Мектеп басшымыз еңбек жолында тәлім-тәрбие береді, тәжірибе жинайды, әрі жинақтайды. 90 ауыз сөзің тобықтай түйінін түйіндейді, түйгенін ой елегінен өткізіп, таразының екі басына салып саралайды, қорытындылайды. Білікті басшы оқушылар мен ұстаздардың білімі мен біліктілігіне ғана емес, олардың жүріс-тұрысы мен киген киіміне қатаң талап қоя біледі. Және тек оқушылармен ғана жұмыс жасамай, әрбір ата-анамен тығыз қарым-қатынаста байланыс жасап, әр қайсының мәселесін шешіп, үкілеген үміттерін ақтауда.